Ассалаумағалейкум, құрметті кітап сүйер көпшілік. Бүгін сіздерге Чарльз Дэвидтің Smarter, Faster, Better: The Secrets of Being Productive in Life and Business қазақшасын айтсақ, жекелік өмірдегі бизнестегі өнімділікті қалай көтерудің құпиялығы атты кітабын баяндап сіздердің назарларыңызға ұсынбақшымын. Әрқандай компания болсын, әрқандай команда болсын, бір группа болып, коллектив болып бірге жұмыс істегеннен кейін сөз жоқ, онда өнімділік болу керек. Егер өнімділік болмаса, адамдардың біріккенінен де ешқандай қайыр жоқ. Бірақ өмірде алуан түрлі командалар бар. Кейбіреулер көп адам болса да, керемет жұмысты бірлесіп істей алады. Кейбіреулер бірнеше адам болса да, бірігіп бір өнімді жұмыс істей алмай жатады. Кейде көп адамның біріккен жұмысынан бір-екі адамның өзара селбесіп істеген артық болып шығып жатады. Тез әрі сапалы, өнімді болып шығып жатады. Бұндағы басты себеп не? Сонда басты құпиялық не? Бұл кітапта соған көбірек тоқталған. Егер командаңыздың өнімділігін жоғарылатамын десеңіз, дейді, біріншісі адамдардың меңгеру күшін жоғарылату керек, дейді. Екіншісі атқарудың мағынасына көбірек мән беру керек, дейді. Біз осы екі үлкен мазмұн жөнінде ішкерлей тоқталайық. Бірінші, адамдардың меңгеру күші деген не? Бір кептелісте тұрып қалдыңыз дейік. Алдыңызда өте көп деген машина тұр. Ол кептелістің қашан тезірек жүріп кететінін сіз меңгере алмайсыз. Тек қана күтесіз. Бірақ тағы бір жерде бір шығар ауыз тұр. Ол жол орағытып барып алыстан сіздің баратын жеріңізге қосылады. Солай кеткелі тұр, сол жолмен жүрсеңіз. Ендеше кептелістен шығып сол жолмен кетуді таңдайсыз ба? Көптеген адамдар әрине алыста болса сол кептелістен сырт жолды таңдайды. Неге? Өйткені ол алыста болса өзі меңгеретін жол. Оны басқару, сол жолда қашан жетуді өзі басқара алады, өзі меңгере алады. Ал кептелісте сіз меңгере алмайсыз. Ешқандай нәрсені өзгерте алмайсыз, тек күтесіз. Қолыңыздан тек күту ғана келеді. Демек, бұл өте азапты болады. Бұл адамның жаратылысына сай нәрсе емес. Бірақ қазір көптеген компаниялардың түзілісі солай болып қалған. Енді өмірде де сол сияқты. Егер бір адамға кездескіңіз келмесе, онда сіз өзіңізге белгілі бір мүмкіндік таңдаңыз. Мысалы, кездесу уақыты мен орнын белгілеңіз. Кездескіңіз келмейді, бірақ ол өте маңызды. Кездеспесе болмайтын жағдай болған кезде сіз өзіңізді иландыру үшін, сол істі көңілдегідей істеу үшін орын мен уақытты өзіңіз белгілей білсеңіз, әрине кейбір нәрсені өзіңіз меңгерген боласыз. Демек, кездесудің шылбыры өз қолыңызда болмаса да, қайда қалай кездесудің тізгіні өз қолыңызда. Кейбір нәрсені өз қалауыңызға алған кезде, әрине сізде сәл көңілділік, сәл белсенділік пайда бола бастайды. Бұл өмірдегі өз белсенділігіңіз, жұмысқа деген белсенділігіңізді арттыру үшін керек. Мысалы, кейбір жұмысты істеу керек сөз. Бірақ қалай істеу, қайтып істеу, қай уақытта істеуді өзіңіз білесіз. Сол бір таңдауды өзіңізге қалдырып отырсаңыз, онда әрқашанда сол іске деген өзіңіздің бір белсенділігіңіз артып отырады. Әдетте қарттар үйіне, қарттарды күтімдейтін жерлерде мынадай жағдайлар болады екен. Ол қарттар үйінде білесіздер, қандай тамақ ішеді, қай уақытта ішеді, оның барлығы кесте бойынша жүріледі. Кәдімгі бала бақшадағы сияқты кестемен жүреді. Сондықтан ол жерге барған қарттар егер сол кестемен жүретін адамдар болса, тез қартайып кетеді екен. Тез қартайып бұл дүниеден мағына таппай қалады екен. Өйткені бүкілдей басқарылып, бүкілдей орналастыру бойынша жүрген. Ал кейбір қарттар қырыстау келеді. Тіпті үйінің ішін өзгертіп алғысы келетін, өз бөлмесін өзгертіп алғысы келетін, айтқаны бойынша тамақ ішкісі келмейтін, түрін өзгерткісі келетін, сондай бір қырыс мінезді, бір тоңмойын адамдар болады екен, сондай қарттар болады екен. Егер бұны байқағанда ғалымдар, егер соларды нақтылы тәртіп тізім бойынша жүр деген кезде тез сынып кетеді екен. Ондай адамдар тіпті де тезірек қартайып кетеді екен. Ал біраз еркіндік берген кезде өзіңіз біліңіз, Былай істейсіз, өзіңіз біліңіз дегенде ол көңілдене түседі. Және
жүріс-тұрысы көбейіп кетеді екен. Демек, ондай адамдардың бір рухани күші мықты адамдар дейді. Басқаруға көнгісі келмейтін, өзімен, өз қалауымен өмір сүргісі келетін адамдар дейді. Ондай адамдардың ұзақ жасау мүмкіндігі жоғары болады екен. Және ондай адамдарда біртүрлі өмірге деген іңкәрлік күшті болады екен. Өмірдің мәні дегеніміз өзіңіздің еркіндігіңіз. Бір нәрсені істегіңіз келсе істеп, өз қалауыңызбен жүре білуіңіз. Ал біз кейбір компанияларға қарасаңыз, адамдарда ешқандай еркіндік жоқ. Бүкіл телефонын жиып алып, компьютердің алдына қатырып отырғызып қоятын компаниялар да бар. Қайта сондай адамдардан тез жалығу, қызметтің өнімсіздігі өте көп көріледі екен. Екінші нәрсе, әрекетке мағына беру. Американың бір теңіз армия командасы бар. Бұлар әрқашанда жорыққа ең алдымен барып, жұмыс соғыс аяқталғанда ең артынан қайтатын бір ең мықты команда екен. Сондай бір флот. Солар ылғи да алдында жүретін. Өте жауынгерлік қуатқа бай. Бірақ кейін бұның бастығы байқай бастаған, командирлер байқай бастаған. Жаңа келген жауынгерлерде рухы біртүрлі түсінік. Әйтеу күн өткізіп жүрген адамдар, сенделіп, бос жүрген. Тіпті олар қатаң жаттықтыру кезінде құсып жібереді екен. Әскер сияқты бір кеудесін керіп ұстайтын рух, жан дүниесі жоқ. Содан командирлер бұларды шақырып алып сұраған: сен не үшін осы командаға келдің, не үшін әскерге келдің дегенде, кейбіреу жақсырақ тұрмыс кешіру үшін десе, енді біреулер әкеме азамат болғанымды дәлелдеу үшін деген сияқты баланың жауаптарын берген. Ондай адамдарды жаңағы командадан шығарып алып, ту басқа қайтадан жаттықтыруға жіберген. Көрдіңіз бе? Адамның мақсаты дұрыс болмаған кезде ода ешқандай белсенділік те болмайды екен. Кейбір адам, кейбір компанияға не үшін қосылғандығын, бұл істі не үшін істеп жатқандығын өзі де түсінбейді. Өзі түсінбеген соң, ел қарасы болып еріп жүре бергеннен кейін, ол адамда ешқандай рухани көтеріңкілік, бір жұмысқа деген өте құштарлық болмайды екен. Ол құштарлық болмаған жерде қателік те көп шығады. Ол жерде бір адам айтып жеткізгісіз бір әйтеу ел қарасына ілескен бір құр сүлдер ғана қалады. Адам бір өзіне міндет алады ғой. Соны міндеттің мағынасын сезінген кезде өзінің құны тұрақтанады. Мына Toyota серіктігі әлемге әйгілі компания. Осының тек техникасында емес, басқаруында да көптеген басқыштарды басып жетілген. Сонда басында ылғи бастықтар бір нәрсені өзгерсе, бастықтар өзгерткізеді екен. Кейін сол құқықты тіке жұмыс істеп жатқан адамдарға берген. Мысалы, моторды өзгерту керек болса, мотор жасайтын адамдар, солар жауапты болған. Сонда аз уақыт ішінде бұлар әлемдік ірі компанияға айналып кеткен. Өте көптеген жұмыстарда өте үлкен ақаусыздық байқалған. Бастағында көп компаниялар алаңдапты. Мысалы, сондай үлгімен жүретін компаниялар көп. Олар алаңдайтын себебі жаңағы, ой, мына жерді өзгерту керек, ана жерді өзгерту керек деп алдыңғы шепте отырғандардың барлығы арызданып, шағымдана бере ме деп ойлаған. Бірақ іс жүзінде олай болмаған. Әркім өз жұмысының мағынасын түсінген сайын, өзінде бір болмашы еркіндік болып, осыны өзім өзгерте аламын-ау деп сезінген сайын, сол жұмысына төтенше шөгіл бола бастаған. Белсенділік артқан. Міне бұл басқарудың біртүрлі құпиялығы. Бизнесті де бір соғысқа теңеп жатамыз әдетте. Ендеше сол алдыңғы шепте жүрген әрбір қызметкердің нені қалайтындығын, нені өзгерткісі келетіндігін біліп отыру жоғарыдағы басшылық үшін өте маңызды. Егер соны біліп, дәл сол бойынша шешім қабылдап отыратын басшылық болған жағдайда, бұл компанияның жұмысы өте өнімді болады. Әрбір жұмыскер өте көңілді болады. Өйткені әрбір жұмыскер өзінің не үшін істеп жатқанын және өзінің нені өзгерте алатындығын, өзінің құнын түсінеді екен. Бұл бір жұмыскерлердің, қызметкерлердің белсенділігі үшін өте маңызды. Осы кітапта айтылуынша, Американың федералдық санақ мекемесі 2008 жылға дейін $350 миллион қаржы ақша шығар,
бір санақ системасын жасатпақшы болған. Олай жасатқан неше жылдан бері ол шаруасы бітіп, бір дұрыс система жасалмай қойған. Содан соңында бастық алмасқан. Дүкен бастығы алмасқаннан кейін ол мына системаны жасау барысына қараған кезде алдымен көп уақыт жоспарлауға кететін білген. Системаны әбден жоспарлап алып, неше тіпті жарым жыл бойы жоспарлап алады екен. Сол тапсырыс береді екен программисттерге, жаңағы арнаулы адамдарға тапсырыс бергеннен кейін олар жасап шығады екен. Жасаса, жаңағы нақтылы жағдайға көп нәрсесі үйлеспейтін болып қалған. Оның бір жерін өзгерту үшін көп жиын ашып, көп бастықтың таңба басу керек болған. Содан жаңағы үлкен бастық бұл түзілісті бірақ күшінен қалдырған. Ең үлкен құқықты жаңағы программисттерге, жаңағы арнаулы мамандарға берген. Осыны алдымен бір нұсқасын жасап шығасыңдар. Сода қандай кемшілік бар болса талқылаймыз. Өтініш берулеріңе болады. Жаңағы бастықтардың араласуының қажеті жоқ бұған. Қалың таңбаның қажеті жоқ. Тек нақтылы жұмыс істейтін адамдар өзара келісіп, өзгертіп, кемелдендіру керек. Бір аптада бір жаңалау керек дейді. Жарым жылды бүкіл жоспар емес. Жарым жыл емес. Бір аптада бір нәрсе жасап шық. Екінші аптасында кемелдендір. Үшінші аптасында және кемелдендір деген. Сөйтіп кемелдендіру барысында бұлар бірнеше ай ішінде өте кемел система жасап шыққан. Өйткені бұған әрбір қызметкер белсенді қатынасқан. Әрбір көңілді түрде өзінің бір ойын ортаға салып, соны өзгерткісі келіп, соны кемелдендіргісі келіп қатынасқан. Әрине, 10 бастықтың таңбасынан гөрі 1000 адамның бас қатырғаны әлдеқайда маңызды саналады. Егер IT саласында осындай бюрократтық таңба деген нәрсе араласса, ол мүлде дамымай қалады. Өйткені ол құбылмалы, өзгеріп тұрады. Бүгінгі жасаған нәрсеңіз ертеңгі үйлеспей қалуы мүмкін. Бір нәрсені қосайын десеңіз, бір жерін өзгертейін десеңіз, ол әуелгі жоспардағыдай шықпай қалуы мүмкін. Оны күнделікті дамытып, күнделікті өзгертесіз. Өйткені ол бір көзге көрініп тұрған нәрсе емес. Сондықтан қазіргі кезеңде әрбір қызметкердің орны ерекше маңызды. Олардың күнделікті ұсынысы өте маңызды. Сондықтан әрқандай деңгейде ірі кәсіпорындардың өнімділігі не үшін орта шағын кәсіпорындарға жетпей қалады деген сұрақ туындайды. Өйткені ірі кәсіпорындарда бастық көп, таңба көп. Бір нәрсеге ұсыныс келсе 10-20 таңбамен, 10-20 дәрежемен жоғары шығып түсіп жатады. Басты уақыт сол әкімшілік үшін кетіп қалады да. Нақтылы техникаға, нақтылы талқылауға, нақтылы сынақ етуге уақыт жоқ болып қалады. Сондықтан кәсіпорын іріленген сайын оның өнімділігі төмендеп кетеді. Харвард университетіндегі мамандардың зерттеуінше, әдетте кейбір атақты емханаларда бір науқасқа 20 адам тура келеді. Медбикесімен қосып, дәрігерімен қосып 20 неше адам. Енді солардың ішінде дәріні қате беріп қою, өкілі қата қойып қою мөлшері өте жоғары болады. Адам қорқатын дәрежеде. Сонда қазақтың көпсі өрен қазбайды, қазса түзу қазбайды деген сияқты. Адам көбейген сайын жаңылыс қателікте көбейіп отырады екен. Ал енді кейбір бұның тағы бір таңғаларлығы, кейбір әйгілі жұлдыз дәрежелі өте мықты командаларда қателік тіпті көп көрініп жатқан. Енді жұмыс өнімділігі төмен, бос отыратын командалардың қателігі өте аз болған. Бұл неге? Бұл да бір ғажайып жағдайда. Қарбалас мықты командалардың қателігі көп. Зерттесе, бұда екі түрлі жағдай бар екен. Бірі, мықты командаларда жұмыс көп әрине. Жұмыс көп болған соң қателік шығу мөлшері де көп дейді. Жұмысты көп істейді олар. Екіншіден, олардың әрбір адамы жасырмайды. Қателесуді қабылдайды. Мысалы, мен осы жерде мынадай қателік өткіздім деп айта алады. Қателесуді өте үлкен жоғары дәрежеде шектемейді. Әрбір адамға қателесу орайын береді. Сөз сөйлеу орайын береді. Кейбір қателікті кешіре алады, сейдіре алады. Ал ең қорқыныштысы не? Қателікті жасырып жабатын командалар. Әрқандай командада да қателік болады дейді, бірақ оны айтпайды, жасырып қалады, жауып қалады. Бұл әрине ең қорқыныштысы.
әр адамның сөз сөйлеу мүмкіндігі бар, қателесу мүмкіндігі бар, оны түзеп жетілу мүмкіндігі бар болған жағдайда, басқарушы қол астындағылармен санасқан жағдайда бұл команда кемелді бола бастайды. Ал тек қана басқарушының айбарынан қорқып, ешкім сөйлемейтін, ешкім қателік өткізбейтін жағдайда бұл команда сол үлкен бір орға жығылуға қарай беттеп бара жатқан команда деп айтуға болады екен. Мысалы, науқастың жағдайын анда-мында келіп бір көре салатын дәрігерден гөрі, оған қайта-қайта келіп жанына укол салып қайта-қайта тексеретін медбике жақсы біледі, сестра жақсы біледі. Ал кейбір жағдайларда үлкен дәрігерлер медбикенің ешқандай сөзін кәдеге жаратпайды, көз қылмайды. Өзінің тәжірибесімен, өзінің білімімен ғана барлығын меңгеріп алған сияқты тұрады, барлығын жеңіп шығатын сияқты тұрады. Бірақ сондай адамдардан қателік үнемі ұшырасады екен. Олар бір қателессе, үлкен қателік жіберетін жағдай болады екен. Компания болсын, бір команда болсын, соның өнімділігін көтере беру үшін не істеу керек? Осы бюрократтықтан сақтану үшін не істеу керек? Сіз де бір команда басқарып жүрген болсаңыз, бюрократ емессіз ба? Оның өлшемі қандай? Оның өлшемі дегеніміз, әрбір жиында қол астыңыздағы адамдарға сөз сөйлеу мүмкіндігін бересіз бе? Олар сізге қарсы пікір айта ала ма? Осымен өлшенеді. Олар бір нәрсені құптамай, бұлай болмау керек деп айта алса, өз пікірін батыл ортаға қоя алса, және өз қателігін өзі айтып түзете алса, біреудің немесе өзінің қателігін ортаға қоя алса, онда бұл команда ақырын-ақырын кемелдене түседі. Егер сүттен ақ судан тұнық болып, сіздің сөзіңізге құлақ молласы болып қана отырса, ешқандай пікір қоспай, бәрі қосқалдап, қуаттап тұрса, одан қателік шығу мөлшері жоғары. Мықты бастық жиын кезінде әрқашанда басқалардың назарын сол жұмысқа шоғырландыра білу керек. Жиналыс ол бекер сөз сөйлей салатын бір ысырап кеткен уақыт емес, қайта бір өте маңызды талқы кезеңі болу керек. Ол үшін не керек? Әрбір адамға өтімді сұрақтар қоя білу керек. Әрқашан жиын кезінде бастықтың қойған сұрағы қызметкерлердің назарын бір ортаға шоғырландыра алады. Сол кезде нақтылы өнімділік көрінеді. Егер бір адам ғана сөз сөйлеп отырып алатын болса, онда әркім өз жайында қиялдап, назарын бір жерге шоғырландырмайды да, содан болды, бұл жарайды деп кете береді. Егер осылай жалғаса берсе, бұл серіктіктің, бұл компанияның күйреп кету мүмкіндігі, бұл команданың жоғалып кету мүмкіндігі өте жоғары болады. Өнімділік төмен болады. Бұл әрине компания мен команданы басқаруға қатысты, адамның өз өнімділігін жоғарылатуға қатысты өте көптеген идеяларды ортаға қойған өте тамаша, өтімді кітап. Әлемдік кітап сөрелерінде бір маңдай алды орынға тұрып жарқырап өткен мықты кітаптардың бірі, сатылымы өте жоғары болған. Сіздердің де алып, өздеріңіз парақтап тұрып оқып, ойланып көрулеріңізге болады. Әрбір команда басқарушысы, командадағы әрбір мүшенің көңіл күйімен, олардың идеясымен, арман мұратымен санасқан жағдайда, соларды бір фокусқа шоғырландыра алған жағдайда, ол мықты басқарушы деңгейіне жете алады. Бүгінгі Smarter, Faster, Better атты кітаптан бөлісер ойым осыншалық. Менің YouTube каналыма жазылу арқылы көре аласыздар. Сіздермен ой бөліскен Ықылас Оразбай.